Сәлима ана 73-ке келгенде ұлы Бекзат жол апатынан қайтыс болды. Жалғыз ұл, жалғыз тұяқ, бар үміт, бар тірек, бәрі де бір күнде жоқ болды. Қайғыдан ішіндегі дүниесі күйіп кеткендей болды. Ауылдың шетіндегі ескілі үйінде тұратын келіні Гүлнұр мен екі немересін құшақтап жылап отырды. Апа, сабыр етіңіз, деді Гүлнұр еңіреп. Балам еті, деді Сәлима кемпір өксігімен алысып. Бір шынар құлап түсті. Келін, менің тамырым сынғандай. Жаназа өтті. Ел аяғы басылды. Сәлима баласының қабірінің басына барып отырып алып күнде жылап келетін. Түнде ұйықтай алмай, кірпік ілмей, ақ жаулығын умаждап ойға шоматын. Қыс түсті. Үй іші тып-тыныш. Бұрынғыдай ұлы жұмысқа кетіп бара жатып, апа, шай ішіп алыңыз деп дауыстамайды. Енді бәрі өзгерді. Келіні Гүлнұрдың да қабағы қатайып сөзге сараң тарта бастады. Немерелері де анасының рұқсатынсыз Сәлимаға жақындамайтын болды. Сәлима бастапқыда бұл суықтықты қайғы деп білді. Бірақ уақыт өте келе, келіні бұрынғыдай шай қоймайтын болды. Сөз салқын, көз қарашы. Бір күні кешке таман Гүлнұр сөз бастады. Апа, сізге ренжімеңіз, бірақ енді бұл үйде қалуыңыз қиын болады. Сәлима түсінбей қалды. Қалай қиын? Бұл үй менің де үйім, мен осы жерде өмір бойы тұрдым, баламның үйі емес пе? Иә, бірақ Бекзат енді жоқ. Мен осы үйдің иесімін. Балаларым бар, өмірім бар. Сіз ауылда қалған қайын сіңліңіздің үйіне барыңыз, бәлкім сол жақта тыныш боларсыз. Сәлима селк етті. Бұған дейін тіпті ойламаған сөзді естіді. Мені қуып шыққалы отырсың ба? Апа, олай демеңіз, жай ғана бұл үйде бәрімізге ауыр, сіздің қара киіміңіз, қабағыңыз, бәрі балаға еске салып тұрады. Сәлима кемпір бір чемоданға киімдерін салып, көз жасымен ауыл шетіндегі сіңлісінің үйіне қарай жаяулата шықты. Артына қарамады. Қараса жүрегі жарылып кетердей еді. Жол бойы құс қанатындай өмірді ойлады. Қаншама жыл еңбек етті, өсірді, оқытты, үйлендірді, енді сол ұлының артынан қуылып барады. Сіңлісі Райхан кемпірді жылы қарсы алды. Сәлима, қарағым, не болды саған? Неге үн-түнсіз келдің? Енді менің үйімде, сөзімде қалмаған сияқты. Райхан, деді кемпір, көзінен жас парлап. Ауылға бұл жағдай лезде тарады. Көпшілік аң-таң болды. Кейбіреулер келінді даттады, кейбіреулер келіннің де өмірі бар ғой деп ақтады. Ауылдың молдасы, имам Шералы ақсақал Сәлимаға барып көңіл айтты. Апа, бұл сынақ. Бірақ әділдік болмай қалмайды. Алла бәрін көріп тұр. Сізді ешкім тастамайды. Көп ұзамай ауыл ақсақалдары Гүлнұрға барып ұят сөздерін айтты. Бірақ келін, ешкім менің жүрегімдегі ауыртпалықты білмейді. Күйеуім өлді, мен екі баламен жалғыз қалдым. Қайын енемнің күнде жылауы, қабір басына баруы, бәрі балаға көрсетпейтін қайғы. Мен өз өмірімді де ойлауым керек, деді. Уақыт өте келе, немерелері Сәлимаға келуді аңсай бастады. Үлкені Әлинұр жасырын хат жазды. Апа, мен сізді сағындым. Анам рұқсат бермейді, бірақ мен сіздің шапаныңызды иіскеп жылаймын. Сәлима кемпір немересінің сол хатын төс қалтасында сақтады. Көктем туғанда ауылда үлкен жиын болды. Қайтыс болған азаматтардың құрметіне ас берілді. Сол аста Шералы молда. Балалар, өмір жалған. Бірақ атана шын. Ұл өлсе де ана қалады. Ал енені қуған келіннің жолы бола ма? Деді. Сол сөзден кейін көп нәрсе өзгерді. Сәлима кемпір сіңлісінің қолында өмірінің соңғы жылдарын өткізді. Арасында немерелері бір-екі рет жасырын келіп кетті, бірақ Гүлнұр келіп кешірім сұрамады. Ауыл халқы біраз уақыт сөйлесті, кейін үнсіз қалды, заман да, адам да өзгеріп жатты. Сәлима соңғы демі таусылар сәтте, балам, мен саған бәрін кешірдім, немерелерімді аман сақта деген сөздермен ол дүниеге аттанды. Сол күннен соң ауылда тымырая бір тыныштық орнады. Арадан 15 жыл өтті. Гүлнұр жалғыз өзі екі баласын өсірді. Уақыт өте келе үлкен ұлы Әлинұр үйленіп келін түсірді.
Келінің есімі Мөлдір, жақсы қыз секілді көрінген, бірақ қатты пысық, қалада өскен. Бойында бір тәкаппарлық бар еді. Алғашқы жылы бәрі жақсы болды. Бірақ уақыт өте келе Мөлдірдің мінезі таныла бастады. Анасы Гүлнұр бір күні түсте шай дайындап келініне ұсынғанда Мөлдір: «Ой, мама, сіздің ескі әдістеріңізді қойыңызшы, бізде бәрі басқа» деп тұрып кетті. Кейде Гүлнұр немересіне ертегі айтпақшы болса келіні: «Баламның санасына ауылдың ескі наным сенімін құймаңызшы, өтінем» дейтін. Бірақ ең ауыр сөз сол бір кеште айтылды. «Мама, ашығын айтайын, сіз бізбен бірге тұрмай-ақ қойсаңыз қалай? Бізге оңаша өмір керек. Өз өмірімізді құруға кедергі болмаңыз». Гүлнұр селк етті. Сол сәтте көз алдына Сәлима кемпірдің чемодан сүйреп үйден шыққан күні елестеді. Кеудесін белгісіз уайым мен өкініш кернеп кетті. Өзінің сол кезде айтқан суық сөздері, үні, қатқыл көзі, бәрі есіне түсті. «Мөлдір, мен сендердің тамақтарыңды жеп отырған жоқпын ғой мен тек. Иә, мама, сізді түсінем, бірақ мен де өз отбасым үшін тыныштық қалаймын». Гүлнұр үйінен үнсіз кетті. Жолда келе жатып өз-өзіне сыбырлап: «Апа, кешірші мені, кешір, мен енді сені түсіндім» деді. Ауыл шетіне жетіп қарттар үйі маңындағы аялдамада біраз отырды. Қолы қалтырап, қалтасында немересінің кішкентай кезінде салған суреті бар екенін есіне алды. Сол суретті сипалап отырып жылап жіберді. Өзін аяп емес, енесін түсінгеніне жылап отырды. Қарттар үйінде күндер баяу өтіп жатты. Бір күні есік тықылдап ашылды. Ішке немересі Әлинұр кірді. Қолында гүл, көзінде өкініш. «Анашым, мен бәрін естідім, мен сізді алып кетуге келдім». Гүлнұр көзіне жас алды. «Балам, кеш болды, енді мен осы жерден кетпей-ақ қояйын, тек сен Мөлдірге ешқашан мен жасағанды істеме, өтінем. Бұл өмірде жақсылықта, жамандықта қайтып оралады. Анаға жасағаның болашақта саған жасалатын іс». Гүлнұр да мұны кеш түсінді. Сәлима кемпірдің жаны жәннатта тыныштықта шығар, бірақ оның басынан өткен қайғы бір әулетке мәңгілік сабақ болды. Әлинұр анасы Гүлнұрды қарттар үйінен алып шықты. Мөлдір алғашында қарсы болды, бірақ күйеуінің ашулы көзқарасынан кейін үндемеді. «Мөлдір, бұл менің анам. Ол мені өсірді, жалғыз өзі оқытты. Мүмкін кейбір шешімдері дұрыс болмаған шығар. Бірақ қартайғанда жалғыз қалдыру адамдыққа жатпайды» деді Әлинұр. Мөлдір үнсіз қалды. Бірақ ішінде қиналыс бар еді. Ол да жас келін еді, ол да өз еркін кең өмірін аңсады. Бірақ уақыт оны да тәрбиелеп жатты. Бір түнде Мөлдір ас үйде ыдыс жуып жатқанда артына қараса, Гүлнұр анасы үнсіз шай құйып отыр екен. «Қызым, ренжіме, мен сен сияқты келінге кезінде енемді ренжіткенімді енді түсіндім». «Жоқ, мама, сіз мені түсінбедіңіз. Менің де анам қартайып келеді. Мен де бір күні сіздің жолыңызды басармын. Сол үшін менің кешірімімді қабыл ал, балам. Ешкім бақытқа тікелей бармайды, бәрі айналып келеді». Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Ең алғаш рет екеуінің арасында шынайы аналық пен келіндік сөз жүрді. Екеуі де жылап отырды. Бірақ бұл өкініштің емес, түсіністіктің көз жасы еді. Гүлнұр немерелеріне ертегі айтатын болды. Немерелері оның етегіне оратылып, әже, тағы бір ертегі айтып берші дейтін. Бір күні Гүлнұр Әлинұрға қарап: «Балам, мен енді кетсем де ренішсіз кетем. Тек сендерге бір өтінішім бар. Айтыңыз, мама. Немерелерімді адам қылып өсір. Кек сақтама. Кешірімді бол. Жақсылық жаса. Енең болса құрметте. Менің тағдырым сабақ болсын». Көктемде бүкіл отбасы Сәлима кемпірдің қабіріне барды. Гүлнұр тізерлей отырып: «Апа, мен енді сені түсіндім. Кешірші мені. Мен де дәл сенің күйіңді кештім. Кешір». Күн көзі бұлт арасынан жарқырап шыққандай маңай нұрланып кетті. Әлинұр анасын сүйемелдеп көк майсаға жайғасып отырып: «Біз сізді жақсы көреміз, мама, сіздің қателіктеріңіз бізге сабақ». Жылдар өтті. Гүлнұр кемпір болды. Мөлдір келін енді енесіне шайын өзі қойып, жайғастырып, көңілін аулайтын болды. «Әже, бұрын сіз келін болғанда қандай болдыңыз?» деп сұрайтын немерелері.
Жақсы болдым деп өтірік айта алмаймын дейтін Гүлнұр күлімсіреп. Бірақ ең маңыздысы уақытымен түсіндім. Біз бұл өмірде не ексек, соны орамыз. Келін енесін қуса, болашақта келіннен соны көруі мүмкін. Бірақ адам жүрегімен түсінсе, кешірсе, өмір қайта гүлдейді. Бұл аналық қайғы мен адамдық кешірімнің хикаясы. Бұл ешқандай өшпенділік адамды бақытқа жеткізбейтіннің дәлелі.